бүгін аяқ астынан емес, басқасынан емес, осы жиынға келуге ең бірінші Серікжан ағамыздың сөзі себеп болса, екінші осы ұйымның айналасындағы дау-дамай болды. Біз қазақ жұрты, қазақ елі кішкене шегініс жасасақ, Қытайдың империалистік экспансиясына қарсы тұруға жоқ дегенде 25 жыл кешігіп келе жатырмыз. Әу баста Қытай не істеді? 90 жылдары бір қойымызды екі пластмас араққа айырбастатып, ақырын өзінің отарлауын бастай бастады. Сол кезде қымт еткен жоқпыз. Жеріміздегі байлықтың бәрін теріп ап, тиынға кеткен кезде де қымт еткен жоқпыз. Енді не істеді? Енді адам өлтіруге, адам қамауға, қинауға кіріскен кезде бір қазақ шыр етіп шықса, біздің қазақтың өзінің ішіне іріткі салуға әрекет жасап, біреуін шпион, біреуін басқа, біреуі Қытай, біреуі моңғол атала бастады. Бүкіл Қазақстанның есінде болсын. Оралман деген ұлт жоқ Қазақстанда. Оралман деген біреудің ойлап тапқан статусы бар шығар, бірақ бұл бір қазақ пен бір қазақтың арасына іріткі салуға бағытталған үлкен саясат. Соның ішінде әрбір қазақ шырылдап Қытайдағы туысы болсын, туысқа қалай туысқан емес, бүкіл